Саламатсыздар ма балалар? Бірінші параграф ауа райын болжаудың халықтық жүйесі. Адам мен табиғаттың тілдескені, өмірдің үндескені. Ауа райы еш уақытта жаман болмайды. Жақсы ауа райының әрқилы түрлері ғана болады. Бірінші тапсырма: QR кодта мәтін үзінділерін тыңдап, салыстыр. Сөйлеушінің дауыс ырғағы мен сөйлеу мәнері арқылы негізгі ойды анықта. Бірінші тапсырма: автор бізге табиғат құбылыстарына қарап қай кезде қандай мезгіл екенін үйреткісі келді. Сөйлеу ырғағы екі мәтінде екі түрлі. Келесі екінші тапсырма: тыңдалым мәтіні бойынша жұбыңмен өзара сұхбаттасып, мына сұрақтарға жауап бер. Бірінші: дауыстың ырғағы бірінші мәтінде қатты, ал екінші мәтінде жұмсақ. Бұл мәтіннің эмоционалдық мәнерін көрсетеді. Бірінші мәтінде сөйлеу қарқыны қатты, екіншісінде жұмсақ. Бұл мәтіннің мақсатына байланысты. Екінші: қазақ халқы табиғатқа, атап айтқанда аспанның күйіне, желдің бағытына және өсімдіктердің жапырақтарына қарап ауа райын болжай алған. Мысалы, жапырақтардың түсуіне немесе олардың түсіне қарап күздің жарқындап келе жатқанын байқаған. Қазіргі уақытта да мұндай қабілеті бар адамдар бар, бірақ олар сирек кездеседі. Келесі: интонация дегеніміз не? Интонация термині латынның қатты сөйлеу деген сөзінен алынған. Негізінен интонация ауызша сөйлеуде дыбыстардың айтылуына, дауыс күші мен созыңқылығына, сөз екпініне, сөйлемді айтудағы кідірістерге, сөйлеу қарқыны мен ырғағына, дауыс бояуына байланысты болады. Интонация сөйлеу тілінде естілумен қатар жазба тілде тиісті тыныс белгілерімен ажыратылады. Дауыс, екпін, кідіріс. Дауыс күші: дауыстың созылыңқылығы, екпін, сөз екпіні, логикалық екпін, фразалық екпін. Кідіріс: логикалық және психологиялық. Сөйлеу қарқыны мен ырғағы: жылдам, баяу, үзік-үзік, бір қалыпты. Сөйлеу әуені: дауысты көтеру, дауысты бәсеңдету. Сөйлеудің бояуы: әуесі, эмоциялық бояу, қобалжу, салтанатты, қуанышты және өкінішті. Үшінші тапсырма: мәтінді оқып, проблемалар, сұрақтар құрастыр. Халықтың ауа райын болжауға деген қажеттілігі. Адамзаттың тіршілігі өмір сүрген ортаға, табиғат болмысы мен құбылысына, төңіректегі жан-жануарлар, жәндіктер, мақұлықтар мен өсімдік әлеміне тығыз байланысты. Ертеде ғылым мен техника дамымаған заманда халық қарапайым күнкөрісі мен шаруашылығын қоршаған ортаның қилы жағдайына сәйкестендіре қалыптастырып, жүргізу мақсатында көп ізденіп, тиісті қарекет жасаған. Шаруа адамына егін егіп, өнімін молайту және төкпей-шашпай мезгілінде жинап алу, малды шығынсыз жұртқа ұшыратпай бағып өсіру, қауіп-қатерсіз сапар шегу үшін алдын ала ауа райын болжап білуі қажет болды. Ол үшін бір жағынан ауа райының өзгермелілігі қалай, не себепті, қандай ізгілікте жүретіні зерттелсе, екінші жағынан ондай өзгеріс болар алдында үй және түз хайуаны, жәндік, мақұлық қандай әрекет қылық танытатынын байқау керек. Ғасырлар бойы осы бағытта жүргізілген оңды кейде сәтсіз бақылаулар мен зерттеулер ауа райы құбылысын болжаудың халықтық жүйесін жасақтауға мүмкіндік берді. Ауа райын алдын ала болжаудың тәжірибеде ақталған халықтың нұсқасы мол. Олар әлі күнге дейін өз мәнін жойған жоқ. Әрине, нақтылы тұста кейбір ауытқулар болуы мүмкін. Өйткені соңғы жылдары барлық аймақта қалыпты экология өзгерді. Әуе кеңістігі ластанды, өзен көл суы тартылды, жер асты суы кермектенуде, ондаған өсімдік тұқымын жойды, топырақ эрозиясы біраз жерді шарпыды. Мұның бәрі ауа райының қалыптасқан табиғи сипатына қолайсыз өзгерістер енгізді. Әйткенмен талай жылға халықтық тәжірибе негізін сақтап қала бермек. Адамзаттың тіршілігі неге тығыз байланысты? Не үшін адамдарға ауа райын болжау маңызды болды? Ертедегі адамдар ауа райын қалай болжаған? Бұрынғы адамдардың ауа райына қатысты болжамдары әлі де дәл келеді ме? Келесі төртінші тапсырма: ауа райын болжауға деген қажеттілік неге туындады? Қазір ондай қажеттілік бар ма? Ауа райын болжауға деген қажеттілік адамдардың күнделікті тіршілігіне және шаруашылығына тікелей байланысты болды. Егін егу, мал бағу және қауіпсіз саяхат жасау үшін ауа райын алдын ала біліп отыру өте маңызды. Қазір ауа райын болжау қажеттілігі бар. Себебі ол әлі күнге дейін ауыл шаруашылығының маңызды болып табылады. Бесінші тапсырма: оқылым, тыңдалым материалдары бойынша тірек сөздер мен сөз тіркесін синонимдік қатармен ауыстырып жинақы мәтін жаз. Адамдардың ауа жағдайын алдын ала анықтау мұқтаждығы олардың күнделікті күнкөрісі мен табиғи көріністерге бейімделуінен туындаған. Егін егу, мал өсіру, сапарға шығу сияқты шаруашылық қызметтер үшін ауа жағдайын алдын ала білу маңызды болды. Қазіргі таңда да қоршаған орта жағдайының өзгерістеріне қарамастан ауа жағдайын болжаудың маңызы жоғары болып тұр. Бұндағы тірек сөздер: ауа райын болжау, ауа жағдайын алдын ала анықтау, қажеттілік, мұқтаждық, табиғат құбылысы, табиғи көріністер, шаруашылық күнкөріс, шаруашылық қызметі, экология, қоршаған орта жағдайы.
Келесі 6-шы тапсырма жағдаяттық тапсырманы орында. Ертең табиғат аясына демалуға барасың. Интернет болмай телефоныңдағы ауа райы қосымшасы істемей қалды. Табиғаттағы қандай өзгерістер мен құбылыстарға мән берер едің? Өз байламыңды 5 сөйлеммен жаз. Егер табиғатта демалуға барғанда ауа райын болжау мүмкіндігі болмаса, мына нәрселерге көңіл бөлемін. Құстардың ұшу бағыты мен дауысы, желдің бағыты, бұлттардың түрі, жануарлардың мінез-құлқы және ауа температурасының өзгерісі маған ауа райының қандай болатындығын түсінуге көмектеседі. Осы белгілерге қарап жаңбыр немесе жел күшейтетінін болжай аламын. 8-ші тапсырма 3 тапсырманың бірін таңдап орында. Қазақ халқы үшін ауа райын болжай білудің неліктен маңызды екендігі туралы қысқаша хабарлама жаз. Ауа райын болжай білудің пайдасы туралы сыныпта сауалнама жүргізіп, қорытындысын жаз. Халықтың ауа райын болжауға деген қажеттілігі туралы таныстырылым дайында. Хабарлама. Қазақ халқының дәстүрлі өмір салтында ауа райын болжау маңызды рөл атқарады. Ертеде ауа райын алдын ала білу ауыл шаруашылығында, мал бағуда, сапарларды жоспарлауда үлкен мәнге ие болды. Егін егу мен жинау уақытын дәл таңдау өнімділікке әсер етті. Сонымен қатар ауа райының өзгерістерін болжап, табиғи құбылыстардан сақтану адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз етті. Қазіргі күнде ауа райын болжау халықтың өмір сапасын жақсартуға және экологиялық жағдайды бақылауға көмектеседі. Осылайша ауа райын болжау дәстүрлі тәжірибелерді сақтау және күнделікті қажеттіліктерді орындау үшін маңызды болып табылады. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.